Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Бүгін сіздерге әйгілі «Великолепный век» сериалында қуанышты хабар естігенде әрқашан тарататын тулумба немесе локма деп аталатын түрік тәттісін жасауды көрсетемін. Бірінші сиропын дайындап аламыз, өйткені сиропы алдын ала суып дайын тұру керек. Ыдысымызға 400 мл су құямыз және 400 грамм қант саламыз. Су қайнап шығып қантымыз ерігеннен кейін лимонның шырынын және бөлігін салып 5 минуттай қайнатып суытуға қойып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Қамыры бізде заварное тесто болады. Ол үшін 400 мл суға 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық пісте май құямыз. Және де ұн саламыз. 450 грамм ұн. Егер де қамырыңыз құрғақ әрі қатты болып жатса, үстінен су қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Шамамен қамырымыз осындай консистенцияда болу керек. Енді қамырымызды оттан алғаннан кейін біркелкі болу үшін әрі суыту үшін осылай миксермен немесе қолмен араластырамыз. Қамырыңыз түйін болып қалмауын қадағалаңыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаны бір-бірлеп салып араластырамыз. Соңында бізде не қатты, не сұйық емес, орташа консистенциядағы қамыр шығуы керек. Дайын қамырымызды осылай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Енді табамызға май құйып, майымыз қызбай тұрып, жаңағы қамырымызды осылай асханалық қайшымен кесіп салып аламыз. Осылай салу барысында жайлап майымыз қыза бастайды. Содан кейін осылай тулумбаларымызды қызартып қуырып аламыз.
қуырып болғасын жаңағы басында дайындаған сиропымызға бірден салып аламыз. Сиропта 1-2 минут араластырып, сосын бөлек ыдысқа сүзіп алыңыздар. Қалған қамырымызды да дәл жаңағыдай жалғастырып, барлық қамыр біткенше пісіріп аламыз. Достар, осымен тулумба дайын. Дәмі өте ерекше дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.